Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім, мен арнама қош келіпсіздер. Егер де мен сияқты сүзбеден жасалған тәттілерді жақсы көрсеңіз, міндетті түрде осындай косичка дайындап көріңіздер. Қамыры нәзік, дәмі керемет болып шығады. Үй ішіңіздің, балаларыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Сүзбеге қант, кішкене тұз, жұмыртқа және сұйық май қосып, жақсылап араластырамыз. Блендарыңыз болса, блендармен майдалап езіп алыңыз, сонда қамырыңыз түйіршіксіз, нәзік болып шығады. Ары қарай ұн және разрыхлитель немесе сода қосып араластырамыз. Онда аздап қажетіне қарай бөліп қосыңыздар. Онда көп қосып қойсақ, қамырымыз қатты болып көтерілмей қалады. Егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Қолға жабыспайтын нәзік қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, шетке 10-15 минут уақытқа демалдырып қоямыз. Июі қанған қамырымызды жаямыз. Қамыр қатты жұқа болып кетпеуі тиіс, шамамен 5 мм-дей қалыңдықта жаямыз. Жайылған қамырымызға шоколад пастасын жағып шығамыз. Шоколад пастасын орнына варенье немесе джем пайдалансаңыздар да болады. Жаңақты майдалап, үстіне сеуіп шығамыз. Қамырды шетінен домалатып, рулет қылып орап шығамыз. Шетін осылай қолымызбен қысып шығамыз. Қамырдың бір шетінен кішкене орын тастап, осылай екіге бөлеміз. Қамырдың екі бөлігін ашып, бір-бірімен кезектеп айқастырып қойып шығамыз. Пергаментке қойып, кекс пісіруге арналған формаға саламыз. Егер де ондай формаңыз болмаса, жай пештің тапасына салсаңыздар да болады. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 40-45 минут уақыттай пісіріп аламыз. Осымен біздің сүзбеден жасалған косичкамыз дайын болды. Иісі керемет, өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.